Не азап осының бәрін қолдан пісіріп, одан да неге сатып алмайсың деген болатын бірде құрбым, бірақ мен онымен мүлде келіспеймін. Мен үшін үйден пісірген тағам ең дәмді, ең таза, ең ерекшесі. Бүгінгі ауызашар құрбыларыма арналады, ал мен болсам дайындықты ауызашарға 3 сағат қылған кезде бастадым. Ал ыстық тағамға осындай ең дәмді, оңай пісетін дымляма тағамы. Қазанға бірінші майымызды, одан кейін етімізді, көкөністерімізді салып, тұздықтарын салып, ең үстінен капустамен жапқаннан кейін томат пастасы қосылған суымызды құйып, баяу отта 2 сағаттай бұқтыратын боламыз. Осы аралықта самсамыз да керемет болып дайын болып шықты. Рамазан айына мен барлық ыдыстарымды жаңартып алдым. Осындай әдемі жаңа ранерлерімді де алдым. Сонымен қатар тот баспайтын 18-де 10 болаттан жасалған өте жеңіл, ұзақ жылдарға қызмет ететін осындай әдемі қасықтарды алдым. Қасықтарды мен Stala Go дүкенінен алған болатын. Өзі жеңіл, мерекелік дастарханға да, күнделікті дастарханға да өте әдемі үйлесім табады. Және бауырсақты мен осылай қамырын алдын ала, яғни бір күн бұрын ашытып қойып пісіруге 1,5 сағат қалған кезде пісіремін. Және салатқа ең оңай осындай дәмді әдемі салаттарды жасаған болатынмын. Сіздермен рецептерін келесі рилстарда бөлісетін боламын. Және менің ең жақсы көретін осындай хрустящий баклажан салаты. Бұл жерде мен 3 түрлі салат жасадым. Екеуі жеңіл болса, біреу осындай майонезден жасалған рафаэлло салаты, және осындай фруктовый нарезканың ұсыну жолы, сонымен қатар хрустящий баклажан салатының рецептерін менің парақшамнан көрсеңіздер болады. Міне дымляма тағамызда өзінің сөлінде, бабымен керемет болып пісіп дайын болды. Барлығы құрбыларыма ұнады. Келесі Рамазан айының оразасында аман есен жүздескенше барлығымыз да аман болайық.